бұл қауым көшіп-қонып жүріп өмір сүруді әдетке айналдырған еді. Араларында өте қартаң анасы бар бір кісі де болды. Анасы жасының үлкендігі себебінен ара-тұра алжып, есін жоғалтып, перзентіне қатты жабысып алатын да одан айрылғысы келмейтін. Оның бұл қылықтары ұлын шаршатып, жүйкесін тоздырып, қауым арасында тап бір осы себеппен абыройы төгіліп жүргендей сезіндірді. Күндердің бір күнінде олар тағы да әдетіне орай басқа жайлауға көшпекші болды. Ол әйеліне: «Ей қатын, ертең көшетініміз мәлім. Анамды білесің, ауру. Оны сыртта қалдыр. Біреу көріп қалса, жаны ашып алып кетер. Жасы да келіп қалды. Жол жүруге де жарамайды. Әбден мезетті. Оған біраз жейтін тамақ пен ішетін су қалдыр. Біреу-міреу көрсе, өзімен алып кетер. Яки ажалы жетсе, өлер», деді әйелі. «Дегеніңіз болсын, қожайын. алаң болмаңыз. Айтқаныңызды артығымен орындаймын», деп жауап берді. Ертеңгі күнде келді. Барлығы дүние мүлкін жинады. Әйел де күйеуі айтқандай қайын-енесіне талғажау ететін азық пен сусын қалдырды. Сонымен көшпелі қауым керуенімен жаңа жайлауға қарай бет алып кете барды. Олар күннің жарымында тынығу үшін тоқтады. Анасын ескі қоныста қалдырған кісі әйелін шақыртып, ұлын жанына әкелуін сұрады. Оның жалғыз ғана 1 жасар ұлы бар еді. Ол ұлын қатты жақсы көретін, жиі еркелетіп, құшағына алып, маңдайын иіскейтін. Әйелі оның сұрағына үндемеді. «Ұлымды алып кел дедім ғой саған», деп зіркіп қайта сұрады әйелі. «Оны анаңызбен қалдырдым. Бізге оның қажеті жоқ», деді саспай. Мұны естіген күйеуі үстіне біреу мұздай суды құя салғандай әсер алып, айқайлап жіберді. «Не үшін?» әйелі: «Өйткені ол да бір күні есейеді. Анаңызды елсіз ескі қонысқа қалдырғаныңыз тәрізді, ұлыңыз сізді де тастап кетеді. Сіздің істеген ісіңізді қайталайды. Мұндай перзенттің бізге керегі жоқ», деді жайбарақат. Әйелінің бұл жауабы оған найзағай түскендей әсер етті. Атын жүгендеп, ескі қонысқа қарай шаба жөнелді. Көшкен қоныстарына қас қарайған шақта келіп жетті. Әдетте дүйім жұрт көшсе, олардан қалған құтқан нәрселердің арасынан тамақ іздеп, жабайы жыртқыш аңдар келетін. Жан-жағына қарағаны сол еді. Bir шетте анасы, оның ұлын бауырына қатты қысып алған. Екеуінің айналасын шабуылға дайын тұрған бір топ аш қасқыр, бөрілер қоршап тұр екен. Қартана: «Жоғалыңдар. Бұл менің ұлымның жалғызы. Тиіспеңдер. Көздеріңді құртыңдар», деп оларға тас лақтырып отырғанды. Мұны көрген кісінің жүрегі өрекпіп, қолына мылтығын алды да бөрілердің бірін атып, сұлатып түсірді. Қалғандары мылтықтың даусынан қаша жөнелді. Ол лезде атынан түсіп, анасын құшағына алды. Бет-жүзін көздерінен аққан жасы жуып, ащы өксікпен: «Анашым, мені кешіріңізші», деп сан рет қайталады. Оларды атына мінгестіріп, жаңа қоныстарына қайтты. Содан кейін бұл кісі анасына ерекше мейірімді болды. Аллах тағала оған дана әйелді нәсіп еткеніне қуанды. Енді ол басқа жаққа көшетін болса, ең әуелі анасын түйесіне мінгізіп, өмірінің соңына дейін оған қызмет қылуға бел байлады.